Армысыздар, құрметті достар, құрметті жігіттер. Бүгін мынау сіздерге осы көлікте видео түсірейін деп шешіп отырмын. Сұрақтардан көп келуіне байланысты мынау ер адамның жәнегі мынау әйел адамды қалай қанағаттандыру, сонымен қатар ұрық сапасын қалай көтеруге болады, соның шешімін айтсаңыз деген сияқты сұрақтар келеді. Соған байланысты олай болса бүгінгі видеомыз осы тақырыпта болмақ. Соңына да видеоны қарап шығыңыздар. Сіздерге құнды мәліметті осы бүгінгі видеоны алатын боласыздар. Олай болса көп жігіттердің сұрауы бойынша мынау әрқашанда ерлердің осы уақыт өте келе күш қуатының төмендей беруі, мынау жаңағы әйеліне деген жарамай қалуы, сонымен қатар ұрық сапасының қазіргі кезде көптеп төмендеп кетуіне қандай дәрілер ішсе болады, қазір рекламада көп қаптап кеткен дәрі-дәрмектердің ішінен қайсысын таңдап алса болады деп менен сұрап жатқан азаматтарға бүгінгі видеода айтып кетсек, мынау қазір 5-6 отбасының әрқайсысы бала көтере алмау жағдайы болып туындап жатыр. Соған байланысты жастардың арасында ерлердік күш қуаттың төмен болуы, анау адам ағзасындағы мынау дұрыс тамақтанбағанның әсері, мынау ағзадан бізге тамақтан дәруменнің көп түспеуіне байланысты осы жағдайларға бас адамның мынау күш қуаты төмендей береді, ұрық сапасының төмендей беруі, сонымен қатар экологияның әсері бар. Сол сияқты енді жұмыс бабы, мынау қосымша варикоцель ауру деп жатырмыз, ыстық температураның әсері деп жатырмыз, сол стресстің әсері, шаршау барлығы осы себепке алып келеді. Ал енді қандай дәрілер ішсе болады? Бірінші, мен алдында атап өткендей, мынау дәрумен тупердей деп аталады. Бұны жаңағы Америка құрама штаттарынан шығады. Сол жерден жаңағы iHerb деген сайт арқылы бүкіл әлем қолданып дәрумендерді өзінің жанұясына жаңағы барлық азаматтар қолданып жатыр. Оның бір артықшылығы айтып кететін, бұл дәруменнің құрамында жаңағы қарап отырсаңыздар В, С, Д, Е, цинк, изоназол деген, сонымен қатар омега витаминдердің барлығы осы жерде қамтылған әр дозировкада. Сонымен қатар бұл дәрумен комплексті, және де бұдан бөлек жеке қабылдасаңыздар болады бөлек. Мәселен, В витаминінің В1, В2, В5, В6, В9, сол сияқты жаңағы омега, цинк, селен сияқты дәрумендерді жекелеп қабылдауға да болады. Мүмкін или болмаса, айтатын болсақ, комплекс түрде, кешен түрде қабылдау болады. Бұны iHerb сайтынан заказ бере аласыз. Телефоныңызға iHerb деп жазып, сол жерден сайттан тауып, бұны заказ беруге болады. Болмаса, әр қалада осы iHerbпен айналысатын кісілер бар, сол арқылы заказ берулеріңізге болады. Екінші, мынау либидо, әйелге деген құмарлық төмендеп кетті, желание жоқ, қалай құмарлықты көтеруге болады дейді. Желание бар, болмаса күш қуат жоқ дейді. Соған байланысты енді мынау тоңғат али деген мынау еркектің күш қуатын арттыруға арналған, либидосын көтеруге арналған витамин түрінде шыққан бұл iHerbтің дәрумені болып табылады. Бұл ешқандай қоспа жоқ бұл жерде. Осы дәруменді қолдана отырып, сіз күш қуатыңызды арттыра аласыз. Ішінде 60 таблетка бар. Қолданылуы 1 апта, 2 апта, күніне таңертең кешке 2 уақыт ішесіз, 2 аптадан ары қарай 1 таблеттен ішесіз, тамақтан кейін алып қолданып ішсеңіздер болады. Және де тағы да сұрайтын сұрақтардың бірі мынау эпимедиумды паста дейді. Яғни бұл түрік елінен шығады, ішінде бал қосылған шөптердің жиынтығы екен. Бұл шөптердің жиынтығының қарап отырсаңыздар, балға қосылған шөп болғаннан кейін бұны араластырып қолданады. Бірақ бұның көрсеткіштері сізде давление болмау керек, қан қысымының, одан кейін қант диабеті бар кісілерге абайлап қолдануға мүлдем болмайды. Сонымен қатар балға аллергиясы бар кісілерге мүлде қолдануға болмайды. Өйткені мынау қан тамырда проблемасы бар кісілерде бас айналуы мүмкін, давлениесі көтерілуі мүмкін, сол сияқты симптомдар болады. Екінші, қант диабетінің зардап шекетін кісілер болса, қанттың деңгейін көтеріп жіберуі мүмкін. Соған байланысты бұны өте мұқият қабылдаған дұрыс. Егер де сізде қарсы көрсеткіш болса, қабылдамағаның жөн. Сонымен қатар, еркектің мынау күш қуаты қанша уақытқа созылады, арттыруға бола ма, не ішсе болады дейді. Айтып жүргендей, мынау бұл жерде қазір бүкіл әлем бойынша бұның шешімі ең бірінші дәрумен жетіспеушілік, фолий қышқылының жетіспеуі. Екінші, ағзадағы серотонин гормонының ақпат серотонин дейді, соны ұстап қалатын бірден бір препараттың түрі дапоксетин.
фирмалық аты примоксетин деп аталады. Бұл арқылы эрекцияның уақытын ұзартуға болады. Бірақ бұл әр аптекада бола бермейді. Арнайы аптекаларда сатылады, бірақ рецептпен сатылады. Өйткені психотропты препарат болғаннан кейін әркімге сатып алмайды. Дәрігердің рұқсатымен ғана. Ал енді мынау келетін болсақ, бедеулік көбінесе ұрық сапасы түсіп кетеді. Үйленген жастардың арасында бала болмай жатады. Или болмаса жаңағы әйелінде, болмаса күйеуінде. Осы кезде үй жағдайында қалай көтеруге болады, қалай арзан түрде жаңағы сапаны көтеруге болады дейді. Олай болса сіздерге мынау Сауд Арабиясынан келген мынау жаңғақты ұсынамыз сіздерге. Бұл енді бағасы, құны 2000, 1500, 2000 теңге, ары кетсе 3000 теңге тұрады. Бұны жаңағы ерлі зайыптылар бірге қолдану керек. Жұппен әйел де, еркек те екі талын алып, екі түгін күйеуі, екі түгін әйелі. Бұны ұнтақтап, жаңағы 12 сағат қайнаған суға салып қоясыздар. 12 сағаттан кейін жүктілік, менструацияға келгенге 5 күн қалған кезде, және менструация өткеннен кейін 5 күннен кейін қолдану керек. Қолдану курсы 10 күн, одан ары 20 күнге дейін максимум барады. Одан ары кезде қолдану болмайды. Егер осы күйеуіңізбен бірге қолдануларыңыз керек, сол кезде нәтиже береді. Бұның құрамында жаңағы атап өткен дәрумендердің барлығы бар. Омега бар, цинк, бүкіл витаминдерді осы жаңғақтың ішінен таба аласыздар. Ең арзан түрдегі жаңағы мынау ұрық сапасын көтеруге, болмаса жүктіліктің, овуляцияның уақытын келтіруге бірден бір көмектесетін жаңғақтың түрі. Достар, мынау атап өткен барлық пайдалы деп айтқан сіздерге дәрі-дәрмектер, енді қалғандары жоқ болып отыр қолымда. Сонымен қатар жаңағы пептидтер бар. Енді оның пептидтердің қалталарын көтеріп жатса, ол өте тамаша препараттар. Соған байланысты дәрінің түрі көп. Енді ішіндегі өздеріңізге тиімді қалталарыңыз көтеретін препаратты таңдап, өз қажеттіліктеріңізге жұмсап қолданыңыздар. Достар, өйткені мыналарды неге сіздерге айтып отырмын? Өзімнің тәжірибемде, өзімнің пациенттерім емделген осы препаратты қолдана отырып, бірнеше нәтижеге қол жеткізіп отырмыз. Жанұяларда балалы отқандар бар. Сонымен қатар ұрық сапасын көтеріп, эрекциясын көтеріп, осы дәрумендердің препараттардың көмегімен оң нәтиже жеткізген кісілер жетерлік. Соған байланысты сіздерге де нәтиже тигізіп, сіздердің де денсаулықтарыңыз түзесін. Осы мақсатта сіздерге осыларды ұсынып отырмын. Ал енді достар, бұл препараттарды қабылдау үшін арнайы көрсеткіш керек, арнайы анализ талдау керек. Сізге керек пе, қайсысы сізге керек, тиімді. Соған байланысты ең алдымен дәрігердің қабылдауына келуіңіз керек. Бізге енді келеміз десеңіздер, онлайн түрде жазылсаңыздар болады, болмаса офлайн түрде келіп, қаралып, анализ тапсырғаннан кейін осы препараттарды тағайындап береміз. Ал енді достар, бүгінгі видеом ұнаған болса, астына комментарий жазып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, өз пікірлеріңізді бөлісіп кетіңіздер.